белгісіз көрінеді, күлімдеп шығар күнің. Қаратау қастерлімісің. Қиналсам панағылар келтіріп, домбыраның құлақ күйін сөйлетер шанағынан. Мойындап, басқа ел білсін, халқымды қонағы бар, мен үшін құны бір-ақ дейін, халқымнан жоғарылар. Туған жердің әр адам үшін қадірі ерекше, ал оны сезіне білген адам өз топырағының қасиетінен нәр алады. Сол арқылы арманды көкте шарықтатып, тұлға болған шақта өз кіндік қаны тамған жерде қызмет етеді. Ал бүгінгі бағдарламамыздың кейіпкері, ақын сазгер Үміт Қыранқызы дәл осы бағыт ұстанған. Менің жалпы кіндік қаным Меркі ауданында тамған. Ата-бабаларымның мекені сол Меркі мен қазіргі Тұрар Рысқұлов ауданы. Бірақ мен 2 жасар, 3 жасар кезімнен Талас ауданындағы Үшарал ауылында өстім. Сондықтан мейлінше туған жеріңіз, өскен жеріңіз дегенде мен үшін ыстық мекен Үшарал. Осы Үшаралдың топырағында кез келген ойын баласы секілді көбелек қуып, аңызға бергісіз тарихи мекендердегі гүлдерді теріп, жоталарды аралап өскен. Сондықтан ақын ғұмыр бойына осы Үшаралды жырлаумен келеді. 7 жасыма дейін мен мектеп жасына бармағанға дейін, яғни әкем тірі кезге дейін, әкемнің еркесі болдым, әкемнің сүйіктісі болдым. 6 баланың ішіндегі 4-ші бала болдым да. Бірақ сол ата-анамның ерекше ықылас ауған баласы мен болуым керек. 7 жасымда әкемнен айырылғаннан кейін мен бірден есейіп кеттім. Өйткені содан бері әлі күнге шейін әкеге деген сағыныш мына көкіректе тұрады. Қаншалықты бала болып ойнайын, қаншалықты анам мені еркелетсін, қаншалықты анам менің ойымдағыны сұрағанымды тауып әперіп, ойымдағыны жасап беріп жүрсін, бәрібір мен ар жағында әкеме деген сағыныш арқылы өзімнің жетімдігімді жасырған жоқпын. Сондықтан мектеп жасында 10-ші сынып бітіргенше дейміз ғой, орта мектеп. 10-ші сыныпты бітіргенше мен тұйық балалардың дейді ғой, салмақты оқушылардың қатарында болдым. Өте жақсы оқыдым, озат болдым, өжеттігім де болған шығар. Бірақ іштей кәдімгідей енді иманымның да әлсіз болмағандығы шығар. Өзімнің қыз баласы екенімді ұмытқан жоқпын. Бұл жөнінен әкенің қанымен, анамның сүтімен дарыған қасиеттер мені ылғи да алып шығып отырды. Мектепте озат болдым деген ақын Үміт жастайынан сурет салуға қызығады. Әкем менің суретші болған, керемет қылқалам шебері болған. Сол әкемнің біздің мектептің алдында қабырғасында жаңағы Лениннің дәу полотнасын салған суреті біз мектеп бітіргенше тұрды сол жерде. Әкем көзі кетіп қалса да, сол әкеме еліктеп бір күні еркін тақырып берді бұл сурет сабағынан. Келесі сабақта салып келіңдер, өз еріктеріңмен бір сурет салып келіңдер деген кезде бір күні сурет сабағынан Лениннің кәдімгі басын шәпкісімен суретін салып бардым. 12 беттік тетрадь для рисования деген дәптер болады ғой. Соның түгел бір бетін алып Ленинді кәдімгідей ұқсаған сияқты сөйтіп мақтанып